енді меніңше бүкіл әлемде бірінші рет орындап тұрған шығар. Иә, естімегенбіз расында. Домбыра, шаң қобыз, қыл қобыз және арасында жаңағы горловой пени деп айтады қазақша орысша айтқанда. Солардың барлық үндестігін қосып, бүкіл Қазақстанның атын қорғауға бардық. Жас болған ғой, сели коня и сразу же отпели деп. Қызыл алаңда, атақты Қызыл алаңда біз Абай атамыздың әндерінен попури орындадық. Тұрмаған 10 қазылар алқасында біз ешқандай ренішіміз жоқ. Қазақстандық әскерилер сапта ғана емес, сахнада да нық. Олар қаралымы жоғары «Ну-ка все вместе» хором жобасында 100 дауыстың 90-ын жинады. Бүгін біз Қазақстан Республикасы ұлттық ұланы ән және би ансамблінің ерлер хорының қонағымыз. Қарудың емес, өнердің күшімен тәнті еткен ұжыммен сұхбаттасудың сәті туды. Бәрекелді. Құттықтаймын сіздерді. Ең алдымен қалай екен танымал болып оянған? Автограф алып атқандар бар ма? Көшеде танып? Шыны керек, енді біз бұл жобаға дейінде, Құдайға шүкір, өзіміздің интернет желілерімізде көптеген өзіміздің аудиториямыз бар, тыңдармандарымыз бар. Солардың арқасында біздің абыройымыз, Құдайға шүкір, баршылық. Бірақ енді осы жобаның арқасында және одан да көп аудиторияны баурап алып, бүкіл тек қана Қазақстан бойынша ғана емес, бүкіл тмд елдерінен қазір көптеген хаттар, күшті ыстық лебіздер келіп жатыр. Оның бәрін әрине біз қуанамыз. Ресейлік көрермендердің көзайымына айналдыңыздар ғой. Қаралымдар енді керемет, рекордтарды жарып жатыр деуге болады. Неге Линкин Парк, неге осындай күрделі туындыны таңдадыңыздар? Әскерилерден қазақ тілінде, я болмаса орыс тілінде және патриоттық ән күтеді ғой. Дәл солай, бұл жерде бұл шоу ғой. Шоу болғандықтан ұйымдастырушылармен бізде басында әңгіме болған кезде олар айтты. Мысалға біз келеміз, сахнаға шығамыз, әскери формамен, жаңағыдай хабарлаймыз, Қазақстаннан келдік, осындай ұлттық ұланның ерлер хорымыз деген кезде жаңа отырған жүздік бізді ойлайды іштерінен. Қазір бір қазақша ән болады, не болмаса бір әскери ән болады, жаңағыдай түсінікті оларға. Деген кезде біз тұрамыздағыны жаңағыдай Линкин Парктың жаңағы «Намп» деген әнін рок стилінде айтып шығамыз. Сол кезде ол шоу болады деді, жаңағы олардың бірден бізге деген реакциясы қызық болды. Сондықтан? Және біздің өзіміздің домбырамыз бұл эмоцияны, әсерді күшейтті, еселеп. Кімнің идеясы болды? Бұған дейін қолданыңыздар ма бұндай фишкаларды? Жалпы негізі бұл шығарма бізден осыдан бір жыл бұрын пайда болды репертуарымызда. Біз өзіміз жаңағы эксперимент жасағанды жақсы көреміз. Әр бағытта, әр стилде айтып көріп. Сол эксперименттің бірі деп айтсақ болады бұл туындыны. Және біз қазір қазақтың халық әндерін, жалпы халық туындыларын жаңаша дем беріп, заманауи стилде, оның үстіне жаңа қазақтың халық аспаптарын ішінде тыңдай білсеңіз, домбыра, шаң қобыз, қыл қобыз және арасында жаңағы горловой пени деп айтады қазақша орысша айтқанда. Солардың барлық үндестігін қосып, бір жаңаша бір дем беріп жаңағы әнге, оның үстіне хормен бұл әнді меніңше бүкіл әлемде бірінші рет орындап тұрған шығар. Естімегенбіз расында. Жалпы қандай әсердесіздер? Байқау қандай деңгейде өтті? Бұл енді байқау деңгей жағынан ең алдымен айта кететін жайт, ол өте жоғары деңгейдегі халықаралық
мега жоба деп айтса да болады. Ол жерде бүкіл Ресейден ғана емес, бүкіл әлемнен мен деген жаңағы әртүрлі хор шеберлері, жаңағы мықты ұжымдар жиналады. Және де өздеріңіз білесіздер, ол жерде біз үйреніп қалғандай емес, мысалы кез келген байқауға барған кезде әр кетсе бір 7-8-10 шақты ғана қазылар алқасы отырады. Ал ол жерде бүтін бір 100 адам, 100 жаңағы эксперт деп айтады олар. Олардың әрқайсысы жай адамдар емес. Ол жаңағы өз бағыты бойынша, өз мамандығы бойынша кілең мықтылар. Олардың алдына шығып, біз тек қана бұл жерде бізде 2 есе, 3 есе жауапкершілік болды. Неге? Өйткені біз тек қана ұлттық ұланды ғана емес, біздің өз ансамблімізді ғана емес, бүкіл Қазақстанның атын қорғауға бардық. Сол үшін ол жерде жаңағы 90 деген балды көрген кезде біз әрине өте қуанышты болдық. Өте жақсы нәтиже. Әділ өтті ма жалпы? Әділ бағаландыңыздар ма? Енді әділ өткен, әділ өтпеген интернет желісінен жаңа біздің посттардың астынан көрермендердің лебіздерін, ыстық ықыластарын оқысаңыздар, енді екіге бөлініп жатыр пікірлері. Ал біздің өзімнің жеке басым, енді ол жерде 100 адамның барлығына біздің өзіміздің жасаған жұмысым ұнайды деп біз сенімді айта алмаймыз да, өйткені әркімнің өзінің жаңағы талдауы бар, таңдауы бар деген сияқты. Сол үшін тұрмаған жаңа 10 қазылар алқасында біз ешқандай ренішіміз жоқ, өйткені оларға жетпей қалған шығар. Лазаревтің өзі айтты, Сергей Лазаревтің өзі жаңағыдай тағы да бір 30-40 секунд ән айтқан кезде, жалғасы болған кезде мен тұруға дайын едім деп айтты. Сол үшін шамалы жетпей қалған шығар жаңа қалған одан онға. Сол үшін еш мойымаймыз. Қандай сахнаны бағындыруды армандайсыздар? Егер мүмкіндік болса, танымал тұлғалардан кіммен ән айтар едіңіздер? Бұйырса алдағы уақытта Европаға, Америкаға неге шықпасқа. Ол да алыс емес деп ойлаймыз. Жақын арада бұйырса ол жақтарын да көре жатарсыздар. Және эксперименттерге ашықсыздар ма? Мысалға айталық Дженнифер Лопеспен бір сахнада өнер көрсете аласыздар ма? Әрине, ол біз үшін өте үлкен деңгей болады. Ал Дженнифер Лопестан бөлек біз өзіміздің де қазақтың бағына біткен өзіміздің Димаш Құдайбергеновтей мега жұлдызымыз бар, бүкіл әлемге танымал. Біз жаңағы бізге салса, біз Димашпен бірге бір сахнада тұрып ән шырқасақ, ол да өте үлкен деңгейді білдіреді деп ойлаймыз. Жалпы ресейліктер қалай қабылдады? Көшеде автограф алды, өздеріңіз шоколад таратыпсыздар, иә? Жаңағы ол бізде не деп айтса болады, андай традиция бізде. Біз қай жаққа бармайық, енді қазақты өздеріңіз білесіздер ғой, біз қолымыз ашық, бір көрермендерді, тыңдармандарды қуантқымыз келеді, сәл де болса концерттің алдында болсын, жобалардың алдында. Қазақстанның өзі фирмалық шоколадтарын ол поезда, автобуста, аэропортта, вокзалда қайда жүрмесек, біз өзімізден алып, әйтеуір кішкентай бүлдіршіндерге, үлкен апаларымызға, ағаларымызға таратып жүреміз. Ұлттық ұлан гвардиясының басшылығын құлағына алтын сырға жігіттерге премия беру керек. Бұлар ел намысын анау шетелде қорғап жүр. Сонымен Ресейде не ұнады? Енді өз басым бірінші рет барып отыр Мәскеуге. Барған жігіттер бар, бармаған жігіттер бар. Енді бармаған жігіт бірінші рет болып тұр, барып тұрғаннан кейін ол жерде әсер бөлек болады. Енді кинодан, жаңағы телевизордан көреміз ғой. Сол жерде біз енді Қызыл алаңда, атақты Қызыл алаңда біз Абай атамыздың әндерінен попури орындадық. Адамдар сол жерде келіп, өздері бейнетаспаға түсіріп, таңғалып жатырды. Қай жақтан боласыңдар, Қазақстаннан деп. Сөйтіп таңғалдырған жайымыз бар. Енді сол кезде көшені аралап, қадырып жүрген кезіміз ғой. Айта кететін жайт, ол жақта бізді өзіміздің ресейлік қазақтар өте жақсы күтіп алды. Оның бірден бір себебі, біз сол жаққа ұшайын деп жатқан кезде өзіміздің домбырамызды апару қиындыққа туды. Себебі ол үшін бөлек орын алу керек дегендей. Сол жақтағы кісілер бізге айтты, сіздер Ресейден бір домбыра қарастырып көрсеңіздер деп. Сосын жігіттермен Казахи в Москве деген группа бар екен.
сол группаға біз жаздық. Құрметті қазақтар, сіздердің қолдауларыңыз керек. Біз осындай шоу проектқа бар жатқан едік. Сол кезде бірден 10-нан астам адам бізге жазды. Соның ішінде Айшат ханым деген кісі, ол кісі бізге бірден 3 домбыра тауып берді. Ең бірінші жазған кісі сол кісі болды. Сосын біз ол кісімен барғаннан кейін енді домбыраны алып кету керек қой. Ол кісі айтты, жақсы, ертең сағат 1-де деді. Біз түсінбедік не 1-де екенін. Содан кейін ол кісі барлықтарын біздің үйге Шаңыраққа келіңдер деді. Барлықтарын бірге домбыраны алып кетіңдер деді. Барсақ, ол кісі бізге өте керемет қонақжайлығын танытты, қазақилығын көрсетті, керемет дастархан жайылды. Ол жақта енді біз үшін Мәскеуге барып, қазақтың етін жеу, сүрленген етін жеу, біз үшін Мәскеудің жылқысы, бізге өте қуандық. Өз елімізде жүрген сияқты сезім болды. Және одан бөлек біз оны күтпедік, проектке бізге қолдау ретінде олар сол түсірілім алаңына өздері келіп, көк туларын алып келіп, бізге үлкен қолдау көрсетті. Сол да үлкен әсер етті. Амина мина waka waka tamina mina zangalewa this time for Africa tamina mina waka waka tamina mina zangalewa this time for Africa tamina mina waka waka tamina mina zangalewa this time for Africa tamina mina waka waka tamina mina zangalewa this time for Africa tamina mina waka waka tamina mina zangalewa this time for Africa tamina mina waka waka tamina mina zangalewa this time for Africa tamina mina waka waka tamina mina zangalewa this time for Africa. Әскеридің міндеті көп қой. Физнагрузка бар, жаттығу, таңмен таласа тұрып. Сіздерде бір жеңілдік бар ма? Хор мүшелері, ел намысын қорғап жүрген әншілеріміз деп. Біздің жалпы күн тәртібіміз таңғы саптан басталады. Жалпы айтқанда түске дейін біз тек қана шығармашылықпен айналысамыз. Ән айтамыз, жаңа сахналық қойылымдар қоямыз, жаңа алдағы іс-шараларға арналған жаңа әндерді талдаймыз, оларға дайындаламыз, нотасын жазамыз. Ал түстен кейін, қызықтың бәрі түстен кейін басталады, түстен кейін бізде нағыз әскери қызметшіге айналамыз. Яғни, саптық қозғалыстардың дайындығы жүреді. Жаңағы ат алаңдарына барып, жаңағы қарумен оларды шашып жинау, олардың барлығын үйренеміз күнделікті. Жаңа физикалық подготовка дейді. Физикалық жаттығулар ол міндетті түрде болады. Одан бөлек біздің өзіміздің хорымыздың мини-футболдан өзіміздің командамыз бар. Ол командамыздан көптеген жаңағы турнирларға қатысып, жоғары дәреже көрсетіп жүрген жайымыз бар. Саша, сізбен сөйлескім келіп тұр. Қазақшаңыз күшті екен. Рахмет. Иә. Негізі осы әскери өмірде не ұнайды сізге? Не үшін әскери қызметтесіз? Мына қызметке мен негізі осы ерлер хоры үшін келдім. Себебі оқып жүргенде де ерлер хорында ән айтқым келген, маған ұнайды. Сіздің даусыңыз негізі Абайдың әндеріне келетін сияқты. Абайдың әндері репертуарында бар. Оған қоса Фрэнк Синатра бар, Ермек Серкебаев, Муслим Магомаев. Былай айта береміз. Орысша, ағылшынша, қазақша. Ничего на свете лучше нету, чем дарить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Жалпы ең көп қаралым жиналған, ол жаңағы сіздің жылқының қасын жеп отқан видеоңыз ғой. Ол сондай ой келе қалды. Оның алдында да біз бұл трендті түсірген болатынбыз Алматы қаласында. Сол кезде желіде андай біздің видеоны жүктеп алып, өздері салған адамдар жазып қойған ғой. Сели коня и сразу же отпели деп. Устроили вкусные похороны деп сондайлар жазған. Солар өте қатты керемет қаралым жинады. Сосын біз оны неге қайталап жүрмеске деп, сол Мәскеуде қайталаған болатынбыз. Иә.
Бұны қазу өте дәмді. 3 миллионнан астам просмотр. 3,5 миллион қазір. Керемет. Я күшті контентті өздеріңіз жасайсыздар ма? Әлде арнайы мамандарыңыз бар ма? Өйткені парақшаларыңызда қарап шықтым, өте сапалы, қалжыңдарыңыз көп екен. Жалпы сіздер бүкіл шаблондарды бұзып жатсыздар. Әскериге қатысты. Көп қалжыңдасасыздар, ойнайсыздар, күлесіздер. Сіздермен сұхбаттасуда мен үшін өте жеңіл болып жатыр. Рахмет, өйткені бүкіл шаблон деп жатсыз ғой, жаңағы қалыптасып қалған, жалпы жаңағы хор ұжымдарына байланысты қалыптасып қалған стереотип деп айтады. Біз былай қарап тұрсаңыз, біз өте жас ұжымбыз, жас арықтары өте жас. Сол үшін біздің жаңағы жасайтын істеріміз, ән таңдаған кезде де, сахнаға шығар кезде де біздің мүмкіндіктеріміз өте көп. Өйткені біз билей аламыз, жаңағы сахналық қойылымдар қойған кезде де бізге жеңіл келеді, өйткені бәрі жас болғандықтан барлығы жаңағы биге де жақын, әнге де жақын, жан-жақты. Сондықтан ешқандай қиындық жоқ ол жағынан. Төңкел шампанды аспанға екеуміздің мерекеміз сәуле шуағын шашқанда түнден қорғай бізді қосқан сені сүю су тасқындай менің күйім адасқандаймын төкпел көз жасты арманда өтеп кетеді бұл жастық шақ. Енді биыл құрылғандарыңызға 10 жыл ғой. Мерейтойларыңыз құтты болсын. Жоспар қандай, қалай атап өтесіздер? Мерейтойымызға арнап біз өте үлкен, бұрын соңды Қазақстанда болмаған, жалпы Қазақстандағы хор жанрында болмаған бір өте үлкен жеке концерт дайындап жатырмыз. Шоу концерт деп айтсақ болады. Алдымен ол концертті Астанада өткіземіз. Содан кейін дәл сол концертпен бүкіл Қазақстанның ауыл аймақтарын, қалаларын аралап, үлкен тур жасаймыз ба деген ойымыз бар. Жігіттер, рахмет. Мен сондай ләззат алдым өздеріңізбен сұхбаттасудан. Алар асуларыңыз көп болсын. Біз үшін сіздер жеңімпазсыздар. Рахмет. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Una mattina mi son svegliato